Насыл түшіге болмайды. Кім өліпті? Бір ауылда түйе сауамыз деп. Суылық. Тұзды су. Түсіне алмадым. Ұзақ уақыт бойы дәм тату керек болды. Ұшақтың дөңгелегі жерге тие салысымен бұл қаланың ауасы, теңіздің иісі, тіпті күннің жылуы да ерекше сезіледі. Айнала тып-тыныш, бірақ алда үлкен саяхат күтіп тұрғанын мен біліп тұрмын. Лоукост тревел айдарымыздың жаңа қаласына қош келдік. Иә, достар, біз Ақтаудамыз. Енді біз қазір қалаға жету үшін бізге минималды сома қолма-қол ақшасы керек, сондықтан да ішке кіріп, ақшаны айырбастап, ары қаратай қалаға жүретін боламыз. Кеттік. Әдеттегідей, әуежайда не бар екенін қарастырайық. Ақша айырбастау пункті, тамақтанатын орын, мини-маркет, фото бөлме, банкомат және ұшу-қону таблосы. Қалаға жетудің өзі екі тәсілі бар. Біріншісі такси шақырту арқылы арнайы қосымшалармен, болмаса іште арнайы қызметтер бар. Екіншісі қоғамдық көлік арқылы. Енді таңдау өздеріңізде, ал мен автобусым келіп қалды. Көп адам Ақтау ма? Демек, ұшақтан түсе сала теңізді көрем деп ойлайды. Бірақ әуежайдан шыққан бетте сізді алдымен жазық дала күтеді. Осы жазық даламен қалаға 30-40 минутта оңай жетіп алуға болады. Ақтау Қазақстандағы жолдарында көше атауы жоқ жалғыз қала. Оның орнына қала толығымен шағын аудандарға бөлінген. 1-ші, 4-ші, 17-ші. Ақтауды көбіне Қазақстаннан Дубай деп те атайды. Бұл жай ғана поэтикалық теңеу емес, терең мәні бар ұқсастық. Дәл Дубай секілді бос кеңістіктен бой көтеріп, бүгінгі сәулетті бейнесіне айналды. Және бұл Дубайымызда қазіргі кезде 300 мыңға жуық адам тұрады. Типичный турист сияқты. Ең бірінші қалаға келген бетте теңіздің суын ұстап көруге келдім. Соленая вода. Насыл түшіге болмайды. Дәл жағалаудың қасында орналасқан амфитеатрдамыз. Бұл амфитеатрда үлкен іс-шаралар, концерттер, жалпы барлық орысша айтқанда активностьтер осы жерде өтеді екен. Кешкісін қала жастары, қала тұрғындары осы жағалаумен серуендеуге шығады. Көріп тұрғандарыңыздай бұл жақта спортқа арналған велодорожка, арнайы беседкалар, демалуға және де орындықтар, яғни скамейкалар бар. Одан бөлек қалада отбасымен керемет уақыт өткізуге болатын Ақбота аттракцион паркі бар. Теңіз бар жерде жалпы пальма ағаштары болу керек деген қалып қойған миында. Сондықтан да бәлкім біздің климат пальма ағаштарының өсуіне қолайсыз, сондықтан да осылай жасанды пальма ағаштары жағажайдан ұзын осылай түгелмен орналасқан екен. Ал әрі қарай біз жартасты соқпақ, яғни орысша айтқанда скальная тропаға жол тарттық. Құрылыс жұмыстары 2018 жылы басталып, қолмен жүргізілген болатын. Себебі техника жартастарға жете алмаған. Жол бойында 24 қарау алаңы және 1000-нан астам баспалдақ бар. Біз қазір қалада серуендеп жүріп, жергілікті тұрғындардан сұрадық, қай жерде дәмді тамақтануға болады деп. Бізге осы лимонад асханасын ұсынды. 24-те 7 істейді екен. Қазір ішіне кіріп толықтай көрсететін боламыз. Ал өзіме ұнаған тамақтың бәрін алып алдым. Біріншісін алдым, екіншісін алдым, пирожки алдым, салат алдым, компот алдым, чай алдым және де өзім сүйікті десертімді алдым. Соның барлығы бар жоғы 3000 теңге болды. Ақтаудың суы тұщы болса, сол сияқты тамақтарда бір көзге қарағанда бір дәм татқан кезде осы тұздылық байқалады. Біріншісінде де, екіншісінде де. Мен десертті білмеймін енді, десерт тәтті шығар. Сондықтан да бұндай бағаға осындай үлкен столды жайып тастау мен үшін керемет, тиімді. Ал бізде жергілікті базардан контент қазір келдік, қарап көріп, бірдеңке сатып аламыз деп шештік. Кеттік. Базарсыз контент болады ма? Алматыда көк базар болса, Ақтауда ол сары базар деп аталады екен. Жеміс-жидектер, көкөністер, сүт өнімдері, киім-кешек, ыдыс-аяқ,
ет деликатестері. Бәрі осы жерде. Осылай ыдысы 1000 теңге екен. 900 қала ғой девушка деді. Өзім хозяйка түсіріп беремін деді ғой. Сонда қасынан жай өткете алмадым. Жегім келіп кетті. Құрт алдым, өте ашты деді. Және де балқаймақ 3,5 теңге екен. Жеңілдікпен 3300-ге берді. Ал достар, біз теңіздің жағасымен жүріп көрдік, теңізді ұстап көрдік. Енді теңіздің өзімен серуендеу ғана қалды. Көріп тұрғандарыңыздай осындай үлкен катерді жалға алуға болады екен. 20 адамға 1 сағатқа 50 000 теңге. Ал егерде аз топ болсаңыздар 2 адамға, онда мини катерлер сатылады екен. Жағажайда толығырақ ақпарат алуға болады. Қазақстанның бір қаласында бекіре фермасы бар деп айтасыздар. Сенетін бе едіңіздер? Мысалы, дәл осы Ақтау қаласында Каспиан Ривера қонақ үйінің -1 қабатында аквариус мейрамханасы бар. Бұл жаққа не үшін келдім деген сұрақ туындаса, әрине Ақтаудың деликатесі фиш-бармақтың дәмін татуға келдік. Я не ожидала. Тірі балық. Салмағы 12 килограммдық тірі балықты осылай Ақтауға келіп. Күшті. Енді біз фиш-бармақ жеп жүрген адам болғандықтан, қазір фиш-бармақтың дәмі кішкене мен үшін өзгеше болып тұр. Фиш-бармақтың да өзінің тұздығы болады. Осы жерге матырып, болмаса үстіне құйып жесеңіздер болады. Және де өзінің осындай сорпасы болады. Ал дәмін татып көрейік. Қызық дәмі. Бірақ күшті, маған ұнап тұр. Күні бойы қаланы жаяу аралап, дәмді кешкі астан кейін шаршағаным сезіле бастады. Сондықтан да қазір тынығып алатын уақыт келді. Сізде таңдау болады. Біріншісі қонақ үй, екіншісі жалға пәтер, үшіншісі бұл хостел. Таңдау өздеріңізде. Ал мен кеттім. Демалайын. Бұл хостелді Тугис қосымшасының іздеу парағына хостелдер деп жазу арқылы тауып алдым. Бағасы 1 түнге 7000 теңге екен. Ең ұнағаны шынайы жағымды пікірлердің көп болуы және расымен де фотодағыдай әдемі интерьердегі бөлмелер. Қайырлы таң достар, алдағы бірінші локация Бекет ата мешіті. Жолда сіздерді алуан түрлі мұнай ұңғымалары күтеді. Елестетіп көріңізші, сіз және жақыныңыз, кофе, сүйікті әуен, ұзақ жол және осындай әдемі көрініс. Керемет, я? Бекет ата сопы, ғалым, емші және көріпкер ретінде танымал. Халық арасында оны Маңғыстаудың пірі деп атайды. Бұл жерге жыл сайын мыңдаған зияратшылар келіп, рухани тыныштық табады. Қазір артындағы осындай 400-ден астам баспалдақты жүріп өттік, және де мешітке қазір келіп қалдық. Ішіне кіріп, толықтай көрсететін боламыз. Ана, жақтан келе жатырық қой. Басынан. Қазір түсіп көтеріліп кішкене жақсы. Қазір қайтатын кезде тек қана көтерілеміз. Сол кезде кішкене кардио, спорт және махаббат болайын деп тұр. Мешіттің ерекше акустикасы бар. Әр бөлмеде оқылған намаз бүкіл мешітке естіледі. Бекет ата мешіті Ақтау қаласынан 290 км қашықтықта орналасқан мешіт болып табылады. Жалпы бұл мешіт 18 ғасырда осылай жартасқа ойылып салынған екен. Шыққан кезде осындай керемет үстірт жазық даланы көресіздер. Былай қарағанда бір Қазақстан емес, шетел секілді. Бекет ата мешітінен шығып, Бекет ата бұлағына бара жатырмыз. 400 баспалдақ деген оңай емес екен. Оның 50 ғана жүріп өттік. Ана жерде. тұр. Қазір енді барып су ішеміз. Міне кеп қалдық, артымызда бұлақ. Кеттік. Не осы тура жолда
арнайы бұлақ бар, су ішетін, таза. Өздеріңізбен бірге бутылка, стакан, термостарыңызды ала келіңіздер. Біздікі өкінішке орай мәшинеге қалып қалды. Крышкелермен су ішетін боламыз. Дәл осындай ұзын баспалдақтардың ортасында нағыз керекті салқын су. Кішкене тұзды. Бажоми сияқты. Тұзды су. Егер сіз Маңғыстауға жолыңыз түссе, Бекет ата жерасты мешітіне барып, оның тарихы мен рухани атмосферасын сезініп қайтыңыз. Алда ұзақ жол, сондықтан да уақытты кетіріп алмау үшін келесі локациямыз Бозжыраға жол тарттық. Бірақ бұл жақта сізді тегіс асфальт жолы күтеді деп қалмаңыздар. Жолы әзірге осындай. Дубайда сафари болса, Маңғыстаудың Бозжыра жолында өзінің сафари бар. Жол бұлай тұрсын. Жақындап қалғандағы мынандай сенгісіз көріністі айтсаңызшы. Қайда қарасам да айнала өте әдемі. Біз Маңғыстаудың інжу маржаны Бозжыраға келдік. Сенесіздер ме, осыдан шамамен 12 миллион жыл бұрын бұл жақта үлкен Тетис мұхиты болған екен. Және де бұл мұхит тартылу салдарынан уақыт өте келе осындай әдемілік туындаған. Оған себеп судың тартылу деңгейі, мысалы, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, шатқалдарда арнайы сызықтар ақырындап теңіз деңгейі түскен. Сонымен қазіргі таңда осындай әдемілік Ақтау қаласында, Маңғыстау облысында бар екен. Дәл осы локацияға келіп, Голливуд фильм түсіргісі келеді екен. Расымен де Голливудқа тұрарлық, табиғаты өте ауқымды, әдемі. Сондықтан да қазір өзіміз кішігірім фильм түсіреміз деп шештік, кеттік. Я Пол Монти Патрейдес, герцог Аракиса! Эрудитина Эссинани! Мен сіздерге бір қызықты нәрсе көрсетейін ба? Бұл кадрды сіздер күнделікті қолданасыздар, күнделікті көресіздер, бірақ ешқашан мән бермегенсіздер. Ал бірге бұрылайық. Бұл Боқты тауы. Осында келген туристер көбінде бұл тауды төңкерілген кемеге немесе табиғи пирамидаға ұқсатады. Биіктігі 165 метр болатын бұл Боқты тауы теңіз деңгейінен 8 метр қашықтықта орналасқан екен. Әне-міне дегенше түскі астың уақыты да келіп қалыпты. Біздің бір қателігіміз жолға тамақ алып шықпағанымыз. Ал жолда байланыста, кафеде, дүкенде жоқ. Сондықтан да тіске басар, термосөмкемен ыстық тамақ алып шығуға ерінбеңіздер. Енді қазір осы квадроциклге мініп, ана жаққа шығатын боламыз. Қазір бізде джип тур, сафари тур. Но мен ана квадроциклдың бір жерін бас жеріп, құмда тұрып қалды, сонымен соны жасау жатырмыз. Форс-мажор деген осы. Даланың температурасы әрине Дубай емес, бірақ та өзіміздің елімізде осылай құммен квадроцикл айдағанға не жетсін. Самолеттегі жақсы ғой, конечно. Просто новый бар да. Қандай нов? За багаж надо платить. Тамақ сатып аласың қазір. Орын сатып аласың. Қиын ғой тоже. Не знаю, авиакомпаниялар сонымен неге жұмыс жасамайды. Сен бізге көп қойылатын сұрақтың бірін айтып отырсың да кез. Аха. Аэрослан ол Қазақстандағы бірінші лоукост авиакомпания. Ол жерде жаңа сен алған билетіне тек қана жаңа отырған орның кез келген кездейсоқ деп айтады, случайное место на борту. Сосын 5 килограмм жаңа рюкзагың кіреді, мынандай мен сияқты. Ал багажын, тамағын, орнын егер де қаласаң, ол жолаушының өзіне байланысты. Алатындар бар, алмайтындар бар. Таңертең ұшып барады да қайтарда келеді, оған багаж да керек емес, тамақ та керек емес, ол ұйықтайды жолда мысалы. Конструктор сияқты құрап аласың ғой былай қарағанда. Ну типа из-за этого билеты дешевые, да?
билеттер қолжетімді баға, кішкене арзан болып тұр да, зато сен керек затыңды ғана аласың. Тамақ дегендер ғой, былай қарағанда қатты керек нәрсе емес, бастысы жету. Мысалы, билеттер басқалармен салыстырғанда әлдеқайда арзан. Заранее алсаң, алдын ала алсаң. Сәлем достар. Сәлем достар. Бүгінгі біздің танымыз ерекше локацияда атты. Қазір мен тұрған локация Торыш шатқалы деп аталады, яғни Долина шаров. Көріп тұрғандарыңыздай, осындай үлкен алқапта, шатқалда бірнеше мың осындай тастар орналасқан. Бұл тастар туралы халық арасында бірнеше аңыз түрлері бар. Оның бірі инопланетяндар келіп, осы жерге осы тастарды лақтырып кеткен дейді. Бірақ та ғалымдардың айтуы бойынша бұл тастар 120 миллион жыл бұрын болған Тетис мұхитының түбіндегі минералды қалдықтар осындай шар тәріздес формада қалыптасқан екен. Көріп тұрғандарыңыздай, шарлар екіге бөлініп жатыр, өзінің формасын жоғалтып жатыр. Сондықтан да уақытты құр кетірмей, осы локацияға келіп, осы шарларды өзіңіз әдемілікті көріп, осы бір ерекше вайбты сезінуге кеңес беремін. Келесі локациямызға жету үшін Шайыр ауылынан өтеміз. Ауылдың орналасуы, тұрғындары, табиғаты, бәрі ерекше. Және дәл осы жерде сәл кідіртіп, бауырсақ пен салқын шұбаттың дәмін татып, садақ атуға, атқа мініп, квадроциклмен тауға көтерілуге болады. Шайыр ауылы Ақтаудан 1,5 сағаттық жер ғой. Сіз келетін болсаңыз, алдын ала бір күн бұрын заказ бересіз. Қозы или керек емес өзіңіз пісіремін десеңіз, өздеріңіз пісіресіздер. Бізге қозыны әкеліп бересіз, қозыны әкеліп береміз. Шуат, балқаймақ, ірімшік, брынза. Кез келгені. Тұрғындар өте қонақжай, ауылдың жан-жағын көрсетіп, ақпаратпен бөлісті. Одан бөлек, тамақ ішпегенімізді біліп, түскі асқа қонақ болуға шақырды. Әр лоукостер айдарымызда біз атқа мінуге тырысамыз. Шайыр ауылы исключение емес, сондықтан да қазір шабатын боламыз. Қорқыныш бар өйткені оны ағат жаңа лақтырды біздің көзімізше. Мен өмірдегі бір қойған мақсатым түйе сауып көру. Сондықтан да қазір үй иесінен рұқсат сұрадық. Сол рұқсатымен маған түйені сауып үйретем деді, көрсетем деді. Сондықтан да қазір келесі контент түйе сауымыз кеттік. Ал бізге қолғаптар берді. Қазір Раушан жеңгеміз бізге эксклюзив контент, бізге мастер-класс түйе сауыдан көрсететін болады. Ендеше біз бастап кеттік. Аяқтарын байлаймыз, теу жүрмеу үшін. Жеңгем на опыте. Қанша жыл болды, жеңге түйе сауып жүрген? 14 жыл болды ғой, мастер спорта. Жаман қорқып тұрмын, конечно. Ал кеттік ал. Но более-менее. Но не шықпайды. Вот. Кім өліпті? Бір ауылда түйе сауымыз деп. Керемет ощущение. Осыған дейін сиыр сауып көрген бұрында. Дәл сол сияқты. Ар жағынан бөпесі еміп тұрғанға сүт молынан шығып жатыр. Ал жеңгеміз құрғау жібермеймін деп Алматы қаласында 1 литрлік шубат құйып берді. Менде өзімде саяхаттаған кезде рюкзак алып жүремін. Ол менде қол жүгі. Білесіздер, қол жүгіне 100 мл аспайтын сұйықтық қана өткізеді. Сондықтан да ол шубат 1 литрік шубатты алып кету үшін мен алдын ала Флайерстан қосымшасы арқылы жол жүк, яғни багаж ресімдейтін боламын. Себебі алдын ала ол бағасы бойынша тиімді, ыңғайлы, уақытта кетпейді. Керісінше әуежайда 2 есе тарифпен төлегенше, осылай мен сияқты алдын ала онлайн ресімдеп алыңыздар. Ал келесі локациямыз Шерқалаға жол тарттық. Бірақ Шерқала мына тау емес, ана тұрған үлкен тау. Бұл тау тарих бойынша ежелгі жер сілкіністерінен пайда болған тау екен. Биіктігі 308 метр.
және де осылай қарап тұрып дәл осы локациядан әр адам әртүрлі картина көреді. Мысалы, бір кісілер арыстанды көрсе, бір кісілер киіз үйді көреді. Бір кісілер кит көрсе, бір кісілер тирамису тортын көреді екен. Сондықтан да фантазияның шегі, өздеріңіз қарап, не көретіндеріңізді жазып кетіңіздер. Дәл қазір біз Айрақты тауындамыз. Бұл тауды алыстан бір көзге қараған кезде ежелгі қамалдың қирандыларына ұқсайды. Және де бұл таудың Айрақты деп бекер айтылмаған. Себебі бөлінген, яғни қиратылған, айрықталған деген мағынада қойылған екен. 6 ғасырда Ұлы Жібек жолының керуендері дәл осы Айрақты маңайымен өткен екен. Және де сол кезден әлі күнге дейін қала тұрғындары, яғни ауыл тұрғындары алтын, күміс, әшекей бұйымдарды осы маңайдан тауып жатады екен. Меніңше, Айрақты нағыз фильм немесе үлкен жоба түсіруге болатын, көбісі біле бермейтін керемет локация. Орысша айтқанда, екінші атауы Долина замков деп те атайды екен. Расымен де, жазық даладағы алып сарайға ұқсайтыны бар. Біз осы жақта фото-видеоға түсіріп жүрген едік. Жолда осылай тасбақа жүр ғой, бізге көрі бұйырып тұр екен. Сондықтан да Ақтауға келуге асығыңыздар. Бұл жақта табиғат, жануар, өсімдік бәрі өзгеше. Ұстап отыр мені. Бүйтіп өтіп барады кейін. Айтамайым. Осылайнан әдемі пейзажда чай ішіп отырғанға не жетсін. Сондықтан да саяхаттаңыздар, саяхаттаудан шаршамаңыздар. Және міндетті түрде Ақтау қаласына келіңіздер. Өкінішке орай бұл жақта сеть, яғни байланыс ұстамайды екен. Егер де ұстаса, мен онлайн тіркеуден өтіп алатын едім. Себебі ол біріншіден тегін, екіншіден тиімді, үшіншіден ол ыңғайлы. Өйткені әуежайда сіз кезекте тұрып уақытыңызды кетірмейсіз. Сондықтан да қап бәттеген ай деп менің қателіктерімді қайталап жүрмеңіздер. Алдын ала онлайн тіркеуден өтіп алыңыздар. Сәлем достар, біздің келесі кезектегі локациямыз Жығылған ойпаты. Бүгін ауа райы салқындау. Жалпы тарихқа келетін болсақ, неліктен Жығылған деп қойылған деп сұрайсыздар атын. Кезінде мен тұрған тау сияқты артында тұрған үлкен таулар болған. Уақыт өте келе барлығы жерге құлдырап, содан кейін Жығылған деп атаған екен. Тереңдігі бұл ойпаттың 200 метрге дейін жетеді дейді. Бірнеше аңыздары бар. Бұл жерге метеорит құлағаннан осылай таулар құлады десе, екінші жерде бір пайғамбарымыз намаз оқып жатқан кезде жылқысын ұрлап кеткен екен. Және сол кезде ұрыларды кесірінен осы жер толығымен опырылып түскен екен. Және ұрылар сол жерде мәңгі қалып қойған екен. Осы саяхатымызда әр жерде шетелден келген туристерді байқадық. Сұрастырып көрсек, көбісі Италиядан, Германиядан, Франциядан және Қытайдан қонақтар екен. Let's visit Ақтау because Caspian Sea is wonderful, beautiful landscapes. Now it's first hours for us, so we think that the following days will be very amazing. Жығылғаннан шыққан бетте сіз осындай әдемі Сартас атты визит центр орталығы күтеді. Бұл жерде сіздер деген ақпарат ала аласыздар. Туристік орталық қой, тамақ ішуге болады, қонуға болады, өздерінің қонақ үйлері бар, жылынып алуға болады, кофе ішуге болады. Барлығы осы жерде. Енді ойлайсыздар ғой, жазық далада, пустыняда қайда барамыз деп, сол кезде осы визит центр андай көмек болады. Күшті находка. Мысалы, біз қазір осы Сартастамыз. Ол Сартастан шыққан бетте сіз 3 локацияға бара аласыздар. Қапамсай, Шақпақата және де Шақпақтасай. Біздің келесі локациямыз Шақпақата. Ал қазір біз Шақпақата жерасты мешітіне келдік. Бұл мешіт өзінің сәулетімен және де тарихи аңыздарымен өте танымал. Шақпақата осы Маңғыстау облысының 362 әулиенің бірі болған екен. Бірінші кезден сұрақ туындайтын шығар. Мысалы, менде ол сұрақ болды. Не себепті Шақпақата? Аңыздарға сүйенсек, аңыздардың бір бөлімінде былай айтылған екен. Шақпақата ол мықты бір батыр болған. Тіпті қолын былай тырнаққа тигізген кезде осы жерден сол ұшқындар пайда болған деседі. Ал енді ішке кіріп кеттік.
Бұл мешіт өзі 4 бөлмеден тұрады екен. Намаз оқыған кезде бұл жерде акустикасы өте кең, яғни бір бөлмеден оқыған кезде бүкіл мешітке естіледі. Ал үстінде бұл мешіт тарих бойынша 9-14 ғасырларда салынған. Яғни былай қарап тұрсақ, қазіргі мен қарап тұрған туннель сол ғасырлардағы вентиляция ретінде қызметін атқарған. Сенесіздер ме? Ақтау қаласынан 40 шақырым жерде осындай арнайы жағажай пляждары бар. Біріншісі оның Голубая бухта, және екіншісі Лагуна деп аталады. Қазір енді ауа райы қолайсыз, бірақ та жаз айында бұл жақта отбасымен келіп, шомылып, керемет уақыт өткізуге, орысша айтқан загар алуға таптырмас орын болып табылады. Сенбесеңіздер, қараңыздар. Егерде сіз қалалық өмірден, орысша айтқанда суетадан күшті демаламын десеңіздер, осы өмір глэмпинг атты заманауи кешенде демалуға таптырмас орын. Қазір мен күшті жатырмын. Сондықтан да келесі дронның кадрларын өздеріңіз көріп алыңыздар. Демалып алайын кішкене. Өмір глэмпинг экологиялық таза ортада дәстүрлі қазақ мәдениеті мен заманауи жайлылықты біріктіре отырып, ерекше демалыс ұйымдастыру үшін таптырмас орын. Қаладан 42 километр жерде орналасқан бұл глэмпингке келіп, есте қалатын демалыс ұйымдастыруға болады. Осылай, өздеріңіздің қонақ үйіңізден шығып, бірнеше қадам жасап, жағажай, яғни пляжға келіп, демалсаңыздар да болады. Влогымызды қорытындылай келе, Флайерстан әуекомпаниясының атынан Ақтау қаласының туризм басқармасына алғысымызды білдіреміз. Осылайша бізге 4 күн бойы керемет сапар сыйлап, қасымызда жүріп, өз тәжірибелеріңізбен бөліскеніңіз үшін үлкен рахмет. Қазір әдеттегі дәстүрімізді бұзбай, мен қолымдағы арнайы сертификатты жасыратын боламыз, және келесі кадрмен қайда жасырғанымызбен бөлісеміз. Ал құрметті көрермен, біріншіден бұл саяхат сертификатымызды табу үшін төмендегі координаталарды карта қосымшасына енгізіңіз. Екіншіден, сертификатты тапқан болсаңыз, оны суретке немесе видеоға түсіріп, жеке парақшаңыз арқылы сторис немесе пост ретінде бөлісіп, бізді Флайерстан парақшасын белгілеуді ұмытпаңыз. Және үшіншіден, сертификатты қолданып саяхаттау үшін сертификатта көрсетілген біздің электронды поштамызға жазуыңыз қажет болады. Саяхаттаңыздар, саяхаттаудан шаршамаңыздар. Сіздермен бірге болған Диана. Келесі қалада кездескенше сау болыңыздар.